Сәлем достар. Әйел адамның мінезін туған айына қарай білуге болатынын білесіз бе? Сәуір. Бұл айда туылғандар өздерінің батыл мінездерімен ерекшеленеді. Өздеріне не керек екенін біледі және соған қарай жай, бірақ сенімді түрде алға жүреді. Эмоциясы ақылынан артта жүреді. Мамыр. Сенімді және өз ісіне жауапты жандар көп кешіре бермейді. Соның кесірінен күйеуінен айырылысып кетуге дайын. Бірақ кейін бармағын тістеп қалуы да мүмкін. Ең бірінші орынға ақшаны қоятын жандар. Маусым. Шырайлы жаздың бірінші айында өмірге келетін нәзік жандылардың басты жағы ептілік. Олар өте ренжігіш және кек сақтағыш. Бірақ өте мейірімділігінің арқасында барлығын ұмытып кетеді. Өсекті мүлдем ұнатпайды. Шілде. Бұл айда өте ұяң және ұялшақ әйелдер өмірге келеді. Олар үнемі барлығын уайымдап жүреді. Өмірінің бар кезін көңіл күймен кешеді. Романтикаға берік, терең сезеді және уайымдайды. Бірақ сырттай көрсетпейді. Үй және отбасы олар үшін бірінші орында. Тамыз. Ең тәкаппар әйелдер осы айда дүниеге келеді. Сонымен қоса өте мейірімді. Әрбір жерде басшы болғысы келеді. Өзіне еркектерді баурағыш болғанымен, өз сүйіктісін ғана ұнатады. Әрқашан шындық жағында, бірақ көп алданады. Қыркүйек. Өзін өзі қатты сүйгіш. Көп ортада болғанды ұнатады. Қызғаншақтығы тағы бар. Ал әйелдік қасиеттеріне келгенде тазалықты ұнатады. Тамақты өте дәмді әзірлейді. Қазан. Қарапайым және бәрінің тілін тапқыш әйелдер. Мәселенің тоқ етерін асықпай ойлана келе шешеді. Көп кешіре бермейді. Бірақ отбасын сақтап қалуға көп күш жұмсайды. Қараша. Өзін сүйгіш және эгоистті. Сонымен қоса барлығын үндемей жүреді. Махаббатқа келгенде өте әсерлі, терең әрі қатты жақсы көре алады.